Саламатсыңдар ма балалар? Қоршаған ортамен танысу сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы зергерлік бұйымдар. Балалар, бұл зергер алтынмен, күміспен, әртүрлі тастардан зергерлік бұйымдар жасайды. Зергердің құрал саймандары көрік, қысқыш, төс, сым тартқыш. Шашқа арналған әшекей бұйымдармен танысамыз балалар. Шашбау, шолпы, шаштеңге, қауқар күміс тастармен әшекейленіп жасалады. Сырғаның түрлері: ай сырға, тас көзді сырға, күмбез сырға, салпыншақты, шашақты сырға. Сақина, саусаққа киілетін әшекей бұйым. Балалар, бұл белдік. Батырлар мен аңшылардың белдіктері құнды әшекейлермен ерекшеленеді. 2 қабат былғарыдан жасалып, құс, аң, ай, күн бейнелері салынады. Енді мына суретке назар аударайық. Бұл суретте әшекей бұйымдарын тағынған қазақ қызы бейнеленген. Бұл балалар сырға. Мына суретте зергерлік бұйымдар: білезік, сақина, сырға. Ал бұл білезік. Ал енді балалар, кітабымызға қараймыз. Өнерлі елден өнерлі ұл-қыз шығады. Мақалдың мағынасын түсіндір. Әшекей заттарды ажыратып, аттарын ата. Суретте әшекей заттар берілген, соларды ажыратып, аттарын атап беріңдер. Анаңа қандай зергерлік бұйым сыйлар едің? Суретін сал, әдемілеп боя. Келесі тапсырма: қыздар Айсұлуға керекті заттарды қызыл, ұлдар Қуанышқа керекті заттарды көк түспен белгілейді. Олардың қайсысы зергерлік бұйымдар? Дөңгелектің ішіне белгі саламыз балалар. Балалар, енді бағдаршам әдісімен өзіңді өзің бағалайсың. Қызыл ештеңе түсінбедім, сары жартылай түсіндім, жасыл түсіндім. Дәптеріміздің астындағы сақинаны 3 түспен бояп, маған көрсетесіңдер. Жасыл, сары, қызыл түспен бояймыз. Балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.